Мен өткен аптада еліміз үшін айрықша маңызы бар бір қатар заңға қол қойдым. Оның ішінде сайлау заңнамасына енгізілген өзгерістерді ерекше атап өткім келеді. Жаңа заңдар шын мәнінде халықтық сипатқа ие өкілді органдар қалыптастырады. Біздің міндетіміз ел алдында абырой беделі бар, қолынан іс келетін жаңа тұлғалардың саясатқа келуіне жағдай жасау. Аралас сайлау жүйесі депутаттардың атқарушы билікке ықпалын күшейте түседі. Сондай-ақ өңірлердің мәселесін мемлекеттік деңгейде уақытылы көтеруге септігін тигізеді. Партия құрудың жаңа әділ ережелері енгізілді. Бұл қадам азаматтардың саясатқа араласу мүмкіндігін арттырады. Олар мемлекеттік маңызы бар шешімдерді қабылдауға қатыса алады. Сондай-ақ елімізге басқарушылардың жаңа буыны керек. Әсіресе жоғары және орта буын басшыларының құрамын жаңарту аса маңызды. Сол үшін мемлекеттік қызметке ауқымды реформа жүргізуді жоспарлап отырмыз.